және етістікті, иә, бірақ біз сын есімді бірінші сыныптан бастап білеміз, иә, сөз саптан білеміз, жалпы екінші сыныптан бастап. Олай болса, біз етістікті алып жіберейік. Етістік құрамына қарай етістік құрамына қарай дара етістік және күрделі етістік болып бөлінеді. Жақсы, олай болса, мына себептерге біз қазір дара етістік және күрделі етістікке қатысты алмаларды жинаймыз. Боя. Айзада. Ол дара етістік. Айзада. Айжан olmaz. Ол дара етістік. Шетін жабыстыр, жүзге қойып. Жазып болды. Бұл күрделі етістік. Темірлан. Оқып үйрендім. Бұл Жақсы. Дара ма, күрделі ме? Жақсы. Балалар, неге біз мына сөздерді дара етістікке жатқыздық? Ал енді осының ережесін айтып жібереді, маған кім? Ермұхамед айтады. Бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік дейміз. Абай күрделі етістік ол екі және бір немесе бірнеше мен сөзден ол болымды етістікке жатады. Аяны. Жас болымды етістікке Шетіне болымсыз етістік ме, ма, пе, па деген ба, пе. Беске мане, бабе, папе, оқиға қатты оқыдыңызшы. Туынды етістік болым түбі сөзден жұрнақ жағау жағанардың туынды етістік дейміз. Жақсы, есіңізге түсті ме балалар? Кәм оқи ғой. Сұлу. Шалым. Қамқор, батыр, жасыл. Жасыл. Бұлардың барлығы бар. Етістік. Өте жақсы. Сұрағы қандай бұлардың? Қандай Қай деген сұраққа жауап береді? Ендеше әрине сын есім. Сонымен қатар балалар, бүгінгі сабақта сендер дара және күрделі сын есімді анықтайтын боламыз. Оның не екенін білеміз және сендерді меңгеретіндерің дара және күрделі сын есімдерді ажыратып үйренесіңдер. Дара және күрделі сын есімдерге мысал келтіре аласыңдар сабақтың соңында және сөйлем ішінен сын есімдерді тауып, олардың түрін ажырата алатын боласыңдар. Қастары жіңішкейді сызылған, мұрны тік, беті сопақша, тесінің тісі ақ, тістері тегіс әппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, оны жақсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен не жақсы етіп сипаттай алмадың? Өзіңіз ой салың маған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Мысалы, қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл. Сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы, қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ақ жақты, ақ сары, жібектей жұмсақ, қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ, түп-түзу, күрең қызыл.
Бұлар нелер екен? Қазір кішкене ойын ойнап жіберейік. Ойнаймыз ба? Бір сөзден жасалған ба, әлде екі сөзден ба? Ендеше ол? Дара. Сүт сүйкімді. Күшейткіші несін, иә, мынау күшейткіші буыны бар. Түп түзу. Ащы. Қиғаш қасты. Аппақ. Дарама күрделі. Темірлан дара екен. Қара. Дара екен. Дәмді. Дара екен. Ақшыл сары. Өйткені ол қымырынды. Өйткені тап-таза. Өйткені қос сөз, иә бұл? Қос сөздерді қалар күрделіге жатады екен. Сонымен дара мен күрделіні түсіндік бе? Бұлай болса дәптерлеріңді ашыңдар. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді әдемі етіп жазыңдар. Дәптерді көлге қоямыз. Келіңдер, кімде бар? Дара және күрделі. Астына жазып қойыңдар. Дара және күрделі снесі мәні. Жаңа кім жазды, иә? Барлықтарыңыз бар ма? Қолдарын ала қойыңдар, кәне? Қатысыңдар. Барлықтарында 2 балды белгілеп қойыңдар. Бүгінгі жұмысқа жақсы қатысқан балдар. 2 балды белгілеп қойыңдар. Осылай бүгін жұмыс барысында өздеріңді бағалап отырасыңдар. Қазір біздер әлі кітапқа қарамаймыз. Кітаптың тақырыбының мәтінде бір жаттығудағы әжені, Бауыржан Момышұлын және ендеше мәтін не туралы болады деп ойлайсыздар? Кім туралы болады деп ойлайсыздар? Өмірбаян деп ойлайсың. Сендер қалай ойлайсыңдар? Күйші деп ойлайсыңдар, сендер қалай ойлайсыңдар? Мәтін не туралы болады? Ойланып көрейік. Бауыржан. Отбасы деп ойлайды. Тағы да? Әли, қазір біз оқитын мәтін не туралы болады деп ойлайсың? Бауыржан Момышұлы деп Солай ойлайсың ба? Бұл жағымыз дұрыс па екен? 68-ші беттегі 49-ші шартқа қараймыз. Мәтінді ішімізден оқимыз бір рет. 49-ші тақырып ба? Шалдың 4-ші перзенті еген. Оны жоқ болмыш. Апай аса ажарлы. Орта бойлы. Ақ дидарлы. Жоқ, қате. Орақ орынды қол көтеріп тұрамыз. Өте жақсы шымыр. Иә. Балалар, бұл қандай мәтінге жатады? Мәтін түрлері есіңізде ме? Сипаттау. Тамаша, тұрып айта ғой. Бұл сипаттау мәтінге жатады. Неге? Ол адамдардың да сипаттап тұр. Өте тамаша. Қандай деген сұраққа өте көп жауап берді. Осы жерде балалар күрделі снесіңдер бар. Ал күрделі снесін атап беріңдер маған. Орта бойлы дара ма, күрделі ма? Орақ мұрын. От жанарлы. Шымыр. Өте жақсы. Міне осылай біз дара мен күрделі снесіндерді анықтап үйренеміз. Қазір орнымызда отырып, 21-ші шартты орындаймыз дәптерге. Тапсырмасын оқиды маған. Кім оқиды тапсырмасын? Әлия оқысын, Әлия оқыған жоқ. 21-ші шартты отырып. Салтта берілген белгілері бойынша таңғы. Ал табайық. Оқы. Сопа, қызыл, ашы. Бұл не болуы мүмкін? Өзі сопа, өзі қызыл, өзі ашы. Бұл не? Қазақша? Қызыл бұрыш. Қызыл бұрыш, ал жазамыз. Бұрыш дейді, иә? Бұрыш. Дәптерге жазамыз, дәптер. Жұптасамыз, немесе 3-3-тен оқуға болады. Мына параққа, мені мұқиятындаймыз. Мына параққа, мына жерде берілген снесіндерді, немесе зат есімдерді бар жерде.
түбір жұрнаған ажырату керек. Сөз құрамына қалдаймыз. Түсінді ма? Түсіндіңдер ме мені? Қалай орындаймыз қараңдар балалар. Мына жақта кішкене қалды, тамаша. Мына жақта екі сөз ғана қалды. Жалпы түсіндіңдер, иә? Қалай істеу керек екенін? Өте жақсы. Қазір кітаптарыңды жинаңдар, топтық жұмыс жасап жүрейік, тез-тез. 1 минут бар. Жақсы, уақыт аяқталды. Стоп, тоқтаймыз. Қай топ аяқталды? Қай топта көп сөз бар? Келе ғой. Төртеу. Ашық, үлкен, дәнді, қара, ақпақ. Бұлардың барлығы нелер? Жарайсыңдар. Бір қыз балдан болсын. Оқы. Тамаша. Жарайсыңдар. Керемет. Так, сендерге топтарда белгіленді. 10 рапортқа так, сендерге 10 деген бар. Қане көрсетші. Так, сендерге балл қоймаймын, екеуін қателескепсіңдер, келесі қателескепсіңдер. Жақсы түсінсеңдер, онда өте жақсы түсіндірме белгілеңдер. Сұрақтарың болса екінші белгіні, егер жақсы түсіндім десеңдер, онда үшінші тұрған смайликті белгілейміз. Ал белгілейміз.